Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі сабағымызда canva.com сайтына кіріп, өзіміздің суреттерімізді және де өзімізге керекті логотип жасап үйренетін боламыз. Алдымен браузерге кіреміз. Операның поисковигіне canva.com деп жазамыз да Canva-ның өзінің парақшасына өтеміз. Canva-ның парақшасына өткен кезде бұл жерде регистрация деген болады. Регистрациядан өзіңізде учетный запись болмаса, өзіңіздің парақшаңыз болмаса Canva-да электронды почта арқылы бұл жерге жеке парақша ашып, тіркеліп, осындай тіркелгеннен кейін, сол парақшаға кіргеннен кейін осындай бет ашылады. Бұл жерде, мына жерде мынау поисковикке басып, сізге қандай публикация керек? Фейсбукқа, таргет жіберуге, немесе Инстаграмға, өзіңізге керекті бөлімді таңдап алып, сертификат болсын, буклет болсын, обложка, CD дейді, кез келген өзіңізге таңдап алып басасыз. Содан кейін бұл жерде Canva-ның өзі сізге арнайы дайын шаблондар шығарып береді. Яғни мына жерде өзіңіз көріп тұрғандағыдай шаблондар тұрады. Бұл шаблондардың кез келгенін таңдап алып, сізге қолайлысын, не болмаса, мысалға мына біреуін таңдап алайық. Бұл шаблоннан таңдап алдық. Бұл шаблонның бұл жерде бізге керектегідей қылып жазуын өзгерте аламыз. Мысалға бізге IT школ дейік. IT школ KZ. Бұл яғни біздің өзіміздің парақшамыздың, Инстаграмымыздың, YouTube каналымыздың аты. Яғни бұл біздің компаниямыздың аты болып есептеледі. Бұл жерге бір слоган, мысалға кез келген бір мәтіндік жазуға болады. Осылай өзгертіп. Бұл жерде жазамыз. Содан кейінгі келесі бөлім ол элементы деген бөлім. Бұл жерде мысалға Фейсбукқа фон жасайтын болсаңыз, бұл жерде сізге Инстаграм немесе әртүрлі осындай жазулар, әріптер, мынандай фигуралар, диаметриялық жаңағы өлшемдер, сондай әртүрлі өзіңізге керекті элемент қоя аласыз. Мысалға Инстаграм дейік. Инстаграмның бізге значогы керек. Инстаграм жазамыз поисковикке, ол бізге Инстаграмның мынандай значоктарын шығарып береді. Бұл значок бір рет бассақ, мышканың сол жақ батырмасымен, ол біздің мынау рабочий жұмыс үстеліне түседі. Мынау сіздің жұмыс үстеліңіз болып есептеледі. Бұл жерде енді бұл значокты кішірейту керек. Қарап отырсаңыз, осы элементтің мынандай бұрыштарында ақ домалақтар көрініп тұрады. Сол домалақты алып, астына үстіне қозғалтсаңыз, осылай үлкейтіп және кішірейтуге болады. Бұл значокты алып, кішірейтіп алдық. Енді бір шетке қоямыз. Міне өзімізге керекті көлемде, керекті размерде қоямыз да. Содан кейін бұл жерге ендігі бөлім ол текст. Яғни текст мәтіндік жазу бөлімі, мәтін жазу. Мына жерде жаңағы Canva-ның өзінің берген шаблондары тұрады, жазулары, жаңағы шрифттарының стильдері. Бізге қалағанымызша бұны алып кез келген біреуін белгілесек, бұл
жанагыдай өзүмүздүн жұмыс үстөлүмүзгө түсөдү. Міне көрүп турсуз ба? Бул жерге өзүмүзгө керектегидей кылып жазып өзгертсек болот. Бул бизге керек эмес болса, артык түсүп кеткен болса бул жерге буну удалить этүү үчүн сол мәтінге басып, мына бурчта корзинаның сүрөтү тур, яғни ол удалить батырмасы. Соны басамыз, элементи болса тек қана бір бөлігін жояды, группа болса ол бүкіл осы мәтіндік жазуды жояды. Басамыз, бізге группа керек емес. Яғни біздер Инстаграмның атын жазуымыз керек. Онда добавить текстовое поле басамыз. Бұл жерде ағылшын тіліне қойып тұр екен. IT Инстаграмда қалай жазылып тұр, дәл солай қылып жазамыз. IT школ, нижний пробел, KZ. Осылай жазамыз. Бұл біздің мәтіндік жазуымыз кішкентай, яғни оның көлемін өзгерту керек. Мына бұрыштағы мынандай стрелка шықты, сол стрелканы басып үлкейттік. Енді оны жаңағы Инстаграмның значогының қасына апарамыз. Бұл жерде де біздің жазуымыз кішірейіп, иконкамызге сай болмай тұр. Енді соған басып, біз бұның размерін өзгертуіміз керекпіз. Мына жерде көріп отсаңыз, бұл жерде мына жерге басатын болсаңыз, ол шрифттің стилін өзгертеді. Мынандай қылып мынаны бассаңыз, дәл осындайдың стиліне өзгереді. Кез келген өзіңізге қолайлы, әдемі деген жазуға өзгертуге болады. Және де бұл жазудың размерлерін өзгертуге болады. 56-та 8-де тұр қазір. 64-ке қояйық. 64 үлкейді. Көрдіңіз ба? Сондай-ақ бұл жерде бұл жазудың фонымызда бұл жазудың қара түсі бірдей болып кететін болса, оны ерекшелеу керек. Оны ерекшелеу үшін басқа түстерге бояймыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, қандай түсті таңдасақ, сондай түске бөлініп тұр. Мына жердегі қосу батырмасын басатын болсақ, онда ол түсті өзіміз әртүрлі түсті таңдап өзіміз қоя аламыз. Мысалға сары дейміз. Жасыл түске ауыстыра аламыз. Астындағы қозғалтқышты қозғап. Қызыл түсті, розовый. Қызыл түсті кішкене ерекшеленіп тұрған сияқты. Бірақ бұл жерде өзіңізге қолайлы қылып, өзіңізге қолайлы қылып істеуге болады. Сондай-ақ бұл жерде кез келген сурет болсын, мәтіндік жазу болсын, мынандай жаңағы әріптердің араларын жақындататын және екі жолдан, үш жолдан тұратын болса, бұл жерде интервал, строки, соларды қозғап өзгертуге болады. Содан кейін бұл жерде мынандай бір не бар, осындай бөлім бар. Бұл жерде прозрачность. Жазуды немесе сурет болатын болса, бұл жерде осылай прозрачностьті настройка жасауға болады. Сондай-ақ бұл жерде мысалға сіздің салаңыз услугалардан тұратын болса, бірінші, екінші, үшінші деп көрсетіп өтетін болсаңыз, добавить текстовое поле басасыз. Ол текстовое полеңізді бір жерге әкеліп, мына бағдарламаны таңдап, басып, 1, 2, 3, 4 жолдан тұратын, осындай нүктеден басталатын, осындай услугаларыңызды жазып өтсеңіз болады. Бізге керек емес, жоямыз. Содан кейін келесі бөлім
ол фон болып есептеледі. Ол фонда мынау жұмыс үстелі бізге осындай болып қалсын, келесі жаңа жұмыс үстелін ашу керек. Онда добавить страницу батырмасын басамыз. Добавить страницу батырмасын басқан кезде көріп отырсаңыз, мынау бірінші жұмыс үстелі болып қалды, мынау екіншісі таза парақша. Сонда біз кез келген фонды таңдап алып, өзімізге ұнаған, мысалға әртүрлі тақырыптарға кез келген фон болады. Кез келген бір сөз жазғыңыз келе ма, пост салғыңыз келе ма, немесе тауарды салып өткіңіз келе ма, соған байланысты осындай фон таңдайсыз. Жаңағындай текстовое поледан добавить страницу, добавить текстовое поле, немесе мына жерден кез келген шаблонды таңдап жазып өтсеңіз болады. Бұл яғни фон. Келесі бөлім ол загрузки, яғни сіздің ұялы телефоныңызда немесе Google парақшасынан бір өзіңіздің салаңызға сай, немесе қызметіңізге сай, немесе өзіңіздің жеке түсірген фотолар болатын болса, компьютерден немесе соткіден ұялы телефоннан жүктейтін суреттер болса, онда осы загрузки разделына кіріп, загрузить изображение басамыз. Загрузить изображение басқан кезде ол, яғни сіздің бұл сайттан сіздің өзіңіздің жеке компьютеріңіздегі кез келген бір суретті, өзіңізге керек суретті жүктеу үшін арналған бөлім болып есептеледі. Яғни міне компьютерден кез келген осындай бір картинканы алайық. Соны әрлеу үшін осы загрузить бөліміне кіріп жүктейміз. Мінекей өздеріңіз көріп отқандай біздің жаңағы суретіміз, компьютердегі суретіміз жүктелді. Соны бір рет бассақ осындай жұмыс үстелімізге түседі. Өзімізге керектегідей қылып кез келген бұрышына қоямыз. Сыймайды екен. Не көріп тұрсыз? Осылай белгілеп қойып, мына бос жеріне текстік мәтінін жазуға болады. Содан кейін бұл сіздің суретіңіз әрленіп дайын болғаннан кейін бұны қайтадан өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алу керек. Яғни бұны таргетингке жіберуге, немесе Instagram пост салуға қайтадан бұл сайттан сізге өзіңіздің компьютеріңізге жүктеу керек болады. Ол үшін мына жерде мынандай төменге стрелка тұр, соны басамыз. Соны басқан кезде скачать шығады. Тип файла JPEG, PDF файл, кез келген өзіңізге керек файлды таңдап, соны таңдайсыз да, сізге қай страницадағы біріншісі ма, екіншісі ма, соны белгілеп, галочка қойып, готово батырмасын басамыз. Содан кейін скачать батырмасын басқан кезде бұл сайттағы жаңағы әрлеген суретіңіз сіздің компьютеріңізге жүктеледі. Бұл суреттің жүктелуі сіздің өзіңіздің интернетіңізге де байланысты. Бұл тез жүктелуі мүмкін, немесе менікі сияқты көп күтіп тұруыңыз да мүмкін. Мінекей манағы біздің екінші страницамыздағы суретіміз жүктелді. Ол сіз білмей қалсаңыз, ұмытып қалсаңыз қай жерге жүктелетін, ол мой компьютер загрузки
папкасының ішінде болады. Яғни осы папканың ішінен іздейсіз. Мінекей жаңағы сурет осы жерде тұр. Осымен бүгінгі Canva сабағымыз аяқталды. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар ағайын.